Бәріңе қайырлы таң. Бүгін біздерде мамырдың 4-і, майдың 4-ші май болды. 4-ші май мен Гавай аралдарына қайтып оралдым, және де осы Гавай аралдарындағы мен неме айналысамын, не жұмыс істеймін, қанша ақша табамын, қалай жұмыс істеп жүрмін жалпы. Осы сұрақтарға жауап. Қазір бізде сағат 5:44, менде сағат 6:30-да бүгін нем бар, Amazon жұмысым бар. Қазір соған баратын боламыз. Оның алдында жол бойы Starbucks'a кіріп шығамын деп шештім. Starbucks'a кіріп, кофемді алып, жұмысқа барамыз. Let's go! Мынау біздерде магазиндардың орналасқан бір топ жер ғой. Good morning. Can I get please 20 ice americano and the mozzarella tomato sandwich? Okay. Yeah. Can I get your name for the order? Лия. Вообще дерзкий, да? А? Ой, вашего огромного. Возьми телефон, детка. Wow, I can do this. Oh, thank you. Have a good day. Қараш, не деген әдемі жердегі Амазонда жұмыс жасайсың, посойдеші. Ой, қолымда жерге әдемі. Мен сөйлемесем бар ғой, менің даусынан басқа тек құстардың ғана дауысы естіліп тұр ғой. Мен өзіме, не алдым? Сэндвич алдым. Моцарелла, томато сэндвич. И айс американо. Енді не істейміз? Енді асықпай Amazon складына бара береміз. Ол жерде парковка бар. Сол парковкаде отырып, осыны жеп аламыз. Кофені жол бойы ішіп барамын. Жолды мен Amazonға дейін күнде бара беріп, картасыз жүретін жағдайға жетіп қалған соң ойлаңыздаршы. Қазақ пайызке вариант сол ремень тағу. Білмеймін, негізі адам секілді бұлай тақсаң өзіңе удобный ғой, өзіңнің қауіпсіздігің үшін. Бірақ та ауру қалса да әдет қалмайды деп бекер айтпаған ғой атам қазақ. Осы Гавайда ең танымал машиналардың және ең көп спросқа ілінетін машиналардың бірі осы ғой, Wrangler. Мынау Гавай. Мынау Гонолулу қаласы жалпы негізінде. Бұл және де райондарға бөлінеді. Мен қазір Калихи деген райондамын. Жалпы Гавайда, осы Гавай Оаху деген аралда 350 мың ғана тұрғыны бар. Біз секілді келіп кетер адамдарды қосқан кезінде, военныйларды қосқан кезінде, және де туристарды бәрін қосқан кезінде бар болғаны 1 миллион адам шығады екен. Сол ойлаймын да, бұл жерде бір ұрлық жасалса, немесе бұл жерде бір бұзақылық жасалса, адамдарды жалпы тестайтын шығар деп. Өйткені подозреваемыйлар аз ғой жалпы. Және қайда қашып үлгереді. Бұл жерде қатты қылмыс жасалып жатыр деген бір ақпараттарды мен өте сирек кездестіремін. Сағат қараңыздаршы, 5:57 жап-жарық. Ал бұрында мен осы желтоқсан айларында, қаңтар айларында тұрған кезімде осы уақытта Амазонға жеткен кезде қап-қараңғы түн болатын кәдімгі. Түнде кетіп бара жатқанбыз Амазонға ше. Қорқынышты бір. Қазір шүкір болып қалды дұрыс айтқанда. Мен жалпы осы Гавайда осының алдында 4 ай тұрып кеттім да. Мына ремонт бар ғой, жарты жыл болды ма, қысай болды, әлі жүріп жатыр, бітпейтін ремонт деген. Бұл жерде де коррупция бар-ау деп ойлап қоямын негізінде ше. Мына жердің несі, құрылысы давно бітеу керек еді ғой, уақыт деген кәдімгідей кетіп бара жатыр ғой. Адамдар әлі қотыр жолмен жүреді. Осы жерде осы трактор бар. Кореяда тұрдым, Америкада тұрдым. Жалпы Қазақстаннан басқа көп мемлекеттерде поворотник қолданбайды. Біздің СНГ мемлекеттерде ғана ғой деймін. Тымадық мемлекеттерде
жалпы қатты поворотник қолданып. Мысалы қазірдің өзінде мысалы ешкім жоқ болса да міндетті түрде поворотник қосамын. Қазақшасын білейін қандай екенін. Сразу айтайын. Сендерге, короче, Гавайдың қазір бір жол қағидасын түсіндіріп кетейін. Қараңыздар. Қазіргі сәтте мына жерде мынандай конус қойып қойыпты. Ортада разделительный не бар ғой, шөптер бар, бір сөйтіп полоса секілді. Және де таңертең былай қарай қатты пробка болғандықтан қаланың ішіне қарай. Мына былай қарай кететін жолды, екі-ақ қана жолды қалдырады да, бір жолды мына бағытқа қарай береді, қалаға қарай береді. Түсіндіңіздер ме? Пробканы азайту үшін бұл конусты қазір жинап тастайды. Обеден сағат 8-ден кейін ба 7-ден кейін жинап тастайды. Ал оған дейін 7-8-ден осылай тұрады. Ойлаңыздаршы. Және де мына жақтан келе жатсаң, былай солға қарай бұрылуға болмайды. Мынандай нелі конустар тұрған кезінде. Түсіндіңіздер ме? А былай қарай бұрылуға болады. Ана жолмен келе жатсаңыз, былай қарай, міне осы бағытта келе жатсаңыз, сізге мына бағытқа бұрылуға болмайды, солға қарай. Өте умна жасалған деп ойлаймын. Өйткені бұл жердің енді жер көлемі кішкентай, арал болғандықтан бұлар енді жолды үлкен қылып сала алмайды ғой. Бірақ та осындай альтернативті жол ойлап тапқан. Не деген бас я жалпы. Түсіндіңіздер ме? Келіп көру керек қоны түсіну үшін. Амазонның склады. Ана жерде паркинг бар, мен болса паркингқа тұрмаймын, мен бүйтіп разворот жасап Амазон қарып тұрып көрсем. Бүйтем да, бұлай қоям. Осы жерде тұрамыз, короче. Сағат 6:20 деген кезінде мына линияға кіреміз да, осы ана жерде парковкалар бар, арнайы ана жерде флексинг, сол жерде күттіруіміз керек. Одан кейін бізді былай қарай ішіне кіргізеді. Ана көліктер бүйтіп ішіне тұр ғой. Сол көліктер секілді бізде тұрып, өзіміздің посылкаларымызды машинаның ішіне саламыз. Ал мен оған дейін өзімнің таңғы асымды ішіп алам, жеп алам. Мынау менің сэндвич. Ішінде сыр бар, моцарелла және нан бар. Давайте қазір ішіне кіргізіп көрсетейін. Осы келіп неге тұрамыз? Лайынға тұрамыз. Дайындаламыз. Дұрыс айтқанда, мен B4-ке келіп тұрдым. Жаңа ана жерде менің өзімнің ID-ім бар. Драйвер лайсенс қой. Права. Соны сканировать етеді, соны скан жасалғаннан кейін бұл. Осы жерде күтіп тұрамыз. Так, маған 36 посылка, 32 доставка берді. Арты бітті. Примерно бүкіл коробкада өзің осындай номерок жазылып тұрады, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. Өзің соны распределять етесің ғой, дұрыс айтқанда. Құдай қаласа максимум 1-2 сағатта бітеміз деп ойлаймын. Витті айтсаңыздар сіздер, саған не деген әдемілік болып отыр. Маған таңғы сағат 6:30-дан 10-ға дейін уақыт берді, 3,5 сағат берді. Осы 3,5 сағаттың ішінде бітіруім қажет қой, дұрыс айтқанда. Бәрі және бір районда, қазір көрсетем. Мысалы, мынау менің тұрған жерім, және де мені посылка таситын жерім ғой. Одан кейін скриншот міндетті түрде қосып қоятын жарым. Осы жерде тапсыршамын қазір. Бұл біздерде Salt Lake деген район. Осы Salt Lake районды тапсыратын болам. Go! Have a good day! Дек қоясың ғой. Ал біз сімілі кеттік бірінші жұмысымызға. Ең бірінші заказымызға 10 минутта жетеміз дейді. 10 минутта жетіп, жұмысты ары қарай бастаймыз. Кішкене тупит етіп қалғаным бар. Енді жаңа маған айтып жатыр еді, негізі 3-ақ пакет бар, анда соны алып кете бердік та. Өзім жын секілдерін дәу көп ящиктарды көрсетіп, осы ма деп мындай алып кеткенсің ғой. Ничего страшного. Зато адал еңбек деп қояйық та. 8 минут қалды, ана жерде бір братанды бар еді, осы жерде қырғыз братан, сонымен тұрып әңгіме айттық. Сөйлестік, үйттік, бүйттік, сонымен короче уақыт өтіп кетті ғой, 20 минутта өтіп кетті бір. Макдональдс. Арал болса да мынандай үйлер бар ғой, биік апартаменттер бар.
Енді қазір бірінші посылканы тапсыруға барамыз. Бірінші посылкада сразу екі үйге тасу керек екен. Бір дом, бірата екі түрлі үйдің адресі ма не дейді? Қатты түсіндір ғой. Қатты түсіндірмей-ақ қойын солай. Примерно кішкене өздерінде андай түсініп аласыңдар ғой. Картада барлығы көрсетіп тұр ғой. Қай жерге тоқтайсың, қай жерде жүресің деп. Басталды, баяғы жерге тасталды дейді. Бірінші мынаны сканер етеміз, мына жерден сканер етеміз. Біріншісі және екіншісі дейді. Номер 1, номер 2. Мынаны 1609 алып барамыз, мынаны 1404. 14-ші этажбен 16-ші этаж ғой. Қай цифрадан, короче, не апартамент номер басталса, квартира номер басталса, сол этажда ол тұрады деген сөз. Апартаменттерге алып келудің бір минустары бар. Ең бірінші минустарының бірі ол тер жабық тұрады, және таңертең бәрі жұмысқа кетіп қалады. Good morning. Жұмысқа кетіп қалғандықтан звондау мүмкін емес. Бұл жерде домофон ғой. Осыған 1609 звондау керек. Hello, Amazon. Болды. Жақсы адам емес, сұрақ қошты. Лифт шақырамыз. 14-ші этажға, потом 16-ші этажға бізге бару керек. Outfit of my day дейсің бе? Бірінші басылды дайын. Не деген әдемі жерде жұмыс істеймін, бір жағынан ойлап қарасаң. Альхамдулилlah деген жер ғой. Кеттік ендеше, келесі үйге. Парковка. Күн деген кайф, жап-жылы ше. Мына жерде менде жаңа қарап шықтым. 8 апартамент подряд не екен? Апартаменттер екен, 8 доставка. Бірден бастап 8-ге дейін. Демек мен тек қана апартаменттерге тасайын. Бұлай телефонды қоямыз. Келесі остановка. Начать путь деді. Басамыз. Көрсетіп тұр. 8 апартамент подряд екен. Осы 8-ін біткеннен кейін негізінде жұмыс жеңілдеседі. Неге десеңіздер, жер үйге тастау, заказ алып бару өте оңай. Апартаменттерге алып барғанның минусы осы. Ана звондауың қажет, ол ашу қажет, сен лифтқа кіруің керек, лифтті күтуің қажет дегендей нәрселер ғой. Сондықтан да апартаментті фук-фук деп тез-тез өткізіп жібереміз. И одан кейін жер үйлерді көрсетіп бастаймын. Let's go! Бу. Прикольно, конечно. Тура лифттан шыққан жерде өмір сүреді деген. Лифтті аштың, үйіңе кірдің осырады. Не деген кайф. Болды, ең бастысы апартаменттердің бәрін бітірдік. Ой, бұл астындағы поход защитканы түсіп қалды ғой.
Машина қырж дей қалды ғой бірдеңе. Подкрыльник бар ғой, походу сол салбырап жатыр, жаңа үлкен қолмен ұстаған кезінде салбырап тұрған сияқты. Қазір соны барып қарау керек болып жатыр, ерінен алайын. Ой, бір сүмірейген бәлелер ай, бір бұларда бір машина айдамай қан. Айттым осы подкрыльник баға түсіп маған о, салбырап маған секілді ғой. Мынаған салбырап тиіп жатыр. Мына жаққа қысып қоямыз болды. Бісміллә. Мына жерлерге қарасаңдар, обычный кішкентай үйлер ғой негізінде ше. Тура ауылдағыдай ғой жер ше. Ше дейді. Надо болды ше деген. Мен қазіргі сәтте бұрынғы военный городокқа келдім. Қазір осы үйлердің арасында тапсыратын боламыз. Мынау, короче, военный городок деп осындай болады. Мен 14-ші посылкаға жеттім. Бар болғаны 20 посылка қалды. 20 точка қалды. 20 точканы тасып тастағаннан кейін асықпай осы. Ешкім артынан қуып көз жатқан жоқ. Ешқандай бастығым жоқ. Өз-өзімен сағат ең басы 10-ға дейін бітірсем болды. Так. Біздер уже 21-ші доставкаға жеттік. Бар болғаны 11 доставка қалды. Айтам ғой, асықпай бітіресің осылайша. Негізі асығып тез қара тер болып жүгіріп сөйтіп табысын бітірсе де болады. Зачем надо? Мен қайда асығам? Не үшін асығам? Нервімді құртып, бензинімді құртып. Осыйтып жаңа жүріп бітіріп түсімен болды. Болды, қазір қараймыз. Жоқ, 12 доставка қапты. 12 доставкаға запарта сызам. Сонымен болды. Не құс екен білмеймін, бірақ та мусор, ана шөп шауып жатқан кезінде, мусор бар кезінде осылар толып жүреді ғой дәрі. Қараңдар, мусорды аңдып жүр. Не түсіп қалады екен деп. Еще адамдардан да қорқпайды ғой, үйреніп қалған ғой. Адамдар бұларға, бұлар адамдарға үйреніп қалған ғой. Жалпы Гавайда осындай құстар, адамдармен, природа, табиғат деген нәрселер бұл жерде шын мәнінде жұмыс істейді. Америкада кәдімгі Америка секілді осы тұрып бүйтіп алысып жүріп, 6 доставка қалды. Сағат бізде қазір 9-дан 8 минут кетті. Вообще асықпай кеттім бар ғой. Өйткені ұйқым келіп жатыр шын мәнінде. Ничего страшного. Болды 7-ақ үй ма? 6 үй қалды. 27-ні апарамыз. 28, 29, 30, 31, 32, 33 сомен бітті. Осылай жұмыс қиын емес. Жұмыс өте рахат деп айтуға болады. Асықпай. Өзің жұмыс дегенге байланысты әрине. Өзіңді қиындатып істеуге болады әрине, асығып. Асықпай осылай істесең де болады. Сағат 10-ға дейін әлі мысалы менің 51 минутым бар. Және таңертең ана ратаммен жарты сағат өсек айтып қалмаған кезінде мүмкін бұдан да ерте бітуші еді. Құдайға шүкір, 2-ақ посылка қалды. Сағат 9:18. Айттым ғой 9:30. Примерно 3 сағатта біттім ба?
Болды. Соңғы бір заказ қалды. Сонымен жұмыс бітті дейді. Шүкір Алла. Ауа райының керемет. Болды соңғы заказ. Осымен бәрі деді. Болды. Енді бүгін қазір үйге демаламыз. Ұйықтап алғаннан кейін бүгін осы жерде інілеріміз жүр, солармен барып бірге демаламыз.